Сәлем достар. Бүгін бізде 3-ші сыныпқа арналған практикалық жұмысымызды бастаймыз. 5-ші тақырып. Практикалық жұмыс. Бұл жерде бізде бірнеше тапсырмалар көрініп тұр. Орында дейді бізде. Яғни біз компьютермен орындаймыз. Бірінші тапсырмада былай дейді. Бірінші тапсырманы көрейік. Өсімдіктің өсу кезеңінің дұрыс ретін тап. Өсімдіктің өсу кезеңдерінің сызықтық тармақталған және циклдік алгоритм ретінде блок схемасын ұсын дейді. Бізде бұл жерде гүл тәрізді өсімдіктер тұр, лимон ағаштары сияқты. Осыны жасап алайық. Ең бастысы, ең алдымен бізге бірінші алгоритм не екенін ұғынып алайық. Алгоритм жалпы 3-ке бөлінеді. Сызықтық, циклдік және тармақтық болып. Кез келген өміріміздегі жағдайлар болсын, жұмыстар болсын, қайталанатын нәрсенің барлығы бізде рет-ретімен қайталанса, ол алгоритм деп айтылады. Күнделікті сабаққа келулерің бар, сендер оқушылар. Сабаққа келулерің, сабақ оқып білім алуларың, үйге қайтасыңдар, шай ішесіңдер, тамақ жейсіңдер, одан кейін үйге барып ұйықтайсыңдар. Соның барлығы күнделікті қайталанып жататын зат болғандықтан, өміріміздегі болып жатқан бұл алгоритм деп айтылады. Азанда оянамыз, бет қолымызды жуамыз, ары қарай шайымызды ішіп аламыз, ойнаймыз, сабақ қараймыз, обедте мектепке барамыз. 3-ші класстар түс қайта оқиды. Мектепке келеміз, білім аламыз, мұғалімді тыңдаймыз, жақсы ұқыпты бала боламыз, тәртіп сақтаймыз, одан кейін білімді аламыз, үйге қайтамыз кешкісін. Үйге барып шай ішеміз, тағы ойнаймыз, күнделікті реттейміз сабақтарымызды, ертеңгі күн болатын сабақтарды. Осының бәрі алгоритмге алып келеді. Өсу ретімен осыған мысал келтіруге болады, өсу ретінде деген кезде. Ал екінші тапсырмаға тоқталып өтейік, оны компьютермен орындаймыз. Екінші тапсырмада бізде Scratch программалау ортасының сахнасы координата жазықтығы арқылы берілген дейді. Асқар мен әпкесі Әлия мектептен үйіне қайтып келе жатыр. Асқар үйіне жету үшін оның қозғалыс скриптісіне қандай деректер қажет дейді. Бізде мына жерде берілген басылған кезде деген сияқты X нүктесінен Y нүктесіне өту, қайталау, қадам жылжыту деген сияқты. Жобаның скрипті дайын. Ал осы кодты теру арқылы біз практикалық жұмысты қайталап көрейік. Кеттік. Олай болса біз Scratch-қа кіріп аламыз. Мінекей, Scratch бағдарлама ортасына кіріп алдық. Мен қазір оқушылар басын бастап беремін. Ары қарай сендер жалғастыра аласыңдар. Жалғастырамыз, жарай ма? Ары қарай өздерің жалғастырып көріңдер. Нәтижесін қалай болатынын күтеміз. Мінекей. Мұнда бүйтеді. Басылған кезде. Қазақша қойып аламыз. Бізге түсінікті болу үшін. Мінекей, қазақша. Басылғанда деп қойып алдық. Ары қарай X, Y нүктесіне өту. X, Y нүктесіне өту. Өту немесе бару. Мінекей. X, Y нүктесіне өту немесе бару. Одан кейін қайталау. Әрқашан немесе қайталау. Қазір көріп олайық. Қайталау. Қадам жылжу. Болды. Осы әрекеттерге қазір жасап көрейік. 2, 3, 2, 4 тек. Көреміз.
мына жаққа қойып қояйын. Бірден шешіп кетті. Бұл жерде x, y өстерінің ретін келтіріп, жаймен өздерің жасап көріңдер. Ары қарай сәттілік оқушылар, давай бірге жасап көріңдер. Сыныпта ары қарай жалғастырамыз.